Қайырлы күн, сәлеметсіздер ма? Бүгін менің каналымда борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ал ең алдымен біздер осы тауық етінен жасайтын боламыз бүгін. Өте жеңіл. Суымызға салып қайнатып аламыз ең алдымен. Бір қайнап шықты, одан кейін сорпамызды сүзіп алып, тұз, бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Одан кейін көкөністерімізді алып, қабығын ашып, жуып тазалағаннан кейін жартысына әзірлейміз. Кезекпен кезек турап дайындап бастаймыз. Ең алдымен бізге капустамызды ортасынан бөліп, ортасындағы қатты жерлерін, қабықтарын алып, осылай салым кетіп тураймыз. Сіздер қалауларыңызша турауларыңызға болады. Көлеміне қарай осылай жіңішке етіп, әдемі етіп турап аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды тазалап алып, оны да салымқы етіп турайтын боламыз. Ендігі картопымызды осылай туралып аламыз. Одан кейін сәбізіміз бен қызылшамызды теркадан өткізіп аламыз. Міне бізде көкөністеріміздің бәрі дайын болды. Чесногымызды қабығын ашып, осылай ұсақтап турап аламыз. Етіміз пісті, етімізді алып, ең алдымен капуста, одан кейін тәтті бұрышымызды, одан кейін картоғымызды салып қайнатамыз. Одан кейін қызып тұрған отта майымызды чеснокпен қуырып, қызылшамызбен сәбізімізді қосып, тұз, бұрышын салып тоқтыратын боламыз. Сіздер қалауларыңызша томат қосуларыңызға болады. Менің жолдасым томатты ұнатпайды, сондықтан мен қызылшасын көбірек салдым. Одан кейін 5 минут қайнатып аламыз. Пісуге 5 минут қалғанда, міне осындай өте әдемі қып-қызыл болып шықты. Пісуге 5 минут қалғанда чеснок қосуды ұмытпаймыз. Ал енді піскен тауықтарымызды сүйектерінен ажыратып, еттерін турап шығатын боламыз. Міне еттеріміз дайын. Енді оны дайын болған сорпамызға салып, араластырамыз. Және чесногымызды бетіне себеміз. Міне біздің борщымыз дайын болды. 5 минут қайнап шықты. Өте әдемі, қып-қызыл болып шықты. Томат қоспасаңыздар да осылай өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептіммен өте дәмді болады. Қалауларыңызша әсемдеуге болады. Укроппен, өкінішке орай укроп болмады. Мен майонезбен ұнатамын. Майонез қосып жегенде өте тоже дәмді болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Ең дәмді, өте тез дайындалатын борщ жасап үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!